Бұл сабақта біз сіздермен Python тіліндегі логикалық операторлармен танысамыз. Біз бұл операторларды екі не одан да көп шарттарды біріктіру үшін пайдаланамыз. Және мұндай операторлар тек Python бағдарламалау тіліне тән емес, кез келген бағдарламалау тілдерінде бар. Ескерту: шындық компьютер тілінде әрқашан бір мәнін береді, ал жалған нөл мәнін береді. Сонымен бірінші логикалық оператор AND. Және бұл оператор берілген барлық шарттар шындық болса ғана нәтиже шындық болады. Яғни бұл логикалық көбейту. Берілген шарттардың арасында біреуі нөл мәнін, яғни жалған мән беретін болса, нәтиже нөл, яғни жалған болады. Екінші логикалық оператор OR, немесе берілген шарттар арасынан кем дегенде біреуі шындық мән берсе, нәтиже шындық болады. Яғни бұл логикалық қосу. Сонымен қатар бізде NOT, терістеу логикалық операторы бар. Ол бізде берілген мәнді терістеу үшін керек. Мәселен, бұл оператор шындық мәнді терістеп, жалған мән шығарады. Және де керісінше. Егер реттілікті қарастыратын болсақ, бірінші орында NOT орындалады, одан кейін барып AND, одан кейін барып OR. Әрине, жақша арқылы бұл реттілікті өзгертуге болады. Ондай болса, келесі мысалды қарастырып, нәтижесін табайық. Бізге үш айнымалы берілген, үш булен айнымалысы берілген, A, B, C, A, B бізде шындық мәнде, C жалған мәнде. Ал шартымыз A, OR, C, and B. Әрине, бірінші көбейту орындалады, C және B. C бізде жалған, сондықтан көбейту нөл мән береді, яғни жалған мән береді. A бізде true, шындық. Көбейтудің нәтижесі false, жалған, нөл. Нөл мен бірді қосқан кезде бізде нәтиже шындық болады. Хабарлама экран бетіне шығады. Сәлем әлем. Ондай болса, видеоны паузаға қойып, келесі мысалдың нәтижесін өзіміз тауып көрейік. Сонымен, программаны жүргізіп көрейін. Нәтижесі сәлем әлем. Онда тексеретін болсақ, NOT A бізге false мән береді, NOT C бізге true мән береді. Енді C and B көбейтінділерін орындайтын болсақ, false және false нөл мән беріп тұр. Енді оның нәтижесін NOT A-ға қосатын болсақ, нөлге нөлді қосқанда нөл нәтижесі, ал олардың нәтижесін NOT C, яғни бірге қосатын болсақ, нәтиже true, бір деген мән береді. Яғни шарт true мәнімен аяқталып тұр. Сондықтан экран бетіне сәлем әлем хабарламасы шығады.